Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, әрі жеңіл, оңай дайындалатын жасымық сорпасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен көкөністерімізді, яғни сәбіз бен пиязды осылайынан майда етіп, көбік қылып турап шығамыз. Үлкенірек бір картопты алып, осылайынан көбік етіп турап алу қажет. Қазанымызға 3 ас қасық сұйық май және пиязды салып 2 минут қуырып аламыз. Оның бетіне туралған сәбізімізді салып, тағы да 2 минут қуырамыз. Картопымызды салып, 1 шай қасық томат пастасын салып, тағы бірнеше минут қуырамыз. Қазанымызға жуылған чечевицаны салып, яғни жасымықты салып, үстіне 2 литр мұздай су құямыз. Сорпамызға жарты ас қасық тұз салып, араластырып, қақпағын жауып, бір қайнатып аламыз. Сонда бетіне көбіктер шығады, оны сүзіп алу қажет. Сөйтіп баяу отта 25 минут қайнатамыз. Жасымық сорпасы дайын болды. Енді оны видеода көрсетілгендей етіп блендермен езіп шығамыз. Асымыз дайын болды, ас болсын. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, өте қуанышты болар едім.